Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бір саны және цифры. Балалар, біздің есептерді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Ал ендеше сабағымызды бастаймыз. Бірінші есеп. Суретке қара, қай заттар бір-бірден екенін айт. Балалар, суретте ең бірінші көзімізге не түсіп тұр? Әрине ол сағат. Қараңдаршы, бір ғана сағат бар екен. Ал ары қарай осындай бір заттарды табайық. Бір сағат, бір төсек бар екен, бір орындық, бір компьютер, бір жастық, бір лампа, бір робот тұр екен, және бір глобус. Осылай таба берсек болады. Ары қарай жалғастырайық. Суреттегі әртүрлі заттардың санын анықта, олардың санын карточкалардан көрсет. 1-ден 5-ке дейін айтып берейін. 1 сағат, 2 гүл, 3 тартпа бар екен балалар шкафта, 4 ойыншық және 5 вагоны бар пойыз бар екен. Екінші есеп. Қай заттар бір-бірден бейнеленген? Сырымға оқу құралдарын жинауға көмектес. Балалар, бір-бірден бейнеленген заттарды белгілеп шығамын сіздерге. Бірінші сурет салуға арналған альбом біреу, сызғыш біреу, өшіргіш біреу, қарындаш біреу, пенал біреу және кітап біреу. Қалған кубиктардан 3, ал ойыншықтар өте көп екен. Есеп. Әр затты сана және олардың санын салыстыр. Мен мұнда бір кесточканы алдым және 4 өшіргішті алдым. Демек 4 өшіргішіміз бір кесточкадан көп. Келесі мен бір пенал, жасыл пенал және 2 қызыл ұштағышты алдым. Бізде 2 қызыл ұштағышымыз көп деген белгі тұрады. Ал енді қарындаштарымызды санайық. 3 қарындаш және 3 қалам бар екен. 3 пен 3 тең болады балалар. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. Сау болыңдар балалар. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар.